Сәлем достар, сендермен бірге мен Гейм арнасы және де бүгін біздер қалалық келін деген сериал түсіретін боламыз. Яғни бұл сериалда бір қаладан келген қыз ауылға әйел болып, келіншек болып түседі. Ал ендеше сериалымызға кеттік. Не тұрыс? Жүр, мен сені анамен таныстырайын. Одан да қалада тұра бермедік пе? Ал қалада тұрсақ, бұдан да жақсырақ болады. Тоқыш әйел деген өзінің күйеуінің үйінде тұру керек. Енді менің мамама көмектесесің. Келін құл емес. Біреу саған келін құл деді ма, жүрші. Анашым, сәлем бердік. Бақытты бол айналайын. Сәлем бер бол. Сәлем бер тоңқай. Тоңқай мен. Сәлем бердік. Бақытты бол айналайын. Мен өсіге келін болып келдім. Білем. Бар киіміңді ауыстыр. Осылай жүре берсем қайтеді. Мен саған киіміңді ауыстыр дедім. Жақсы. Мен анама қарсы шығушы болма. Не себепті? Ол сенің енең ғой. Енді ол сенің анаң болады. Мына шкаф көне сияқты. Көне пөнеңді білмеймін, тездетші бол. Не болған адамдар, не деген адамдар? Не мынау? Не мынау, Қандай? Ескі ғой. Мынандай мүмкін емес бар. Мүмкін. Киіміңді ауыстыр. Осыдан басқа киімім жоқ. Мынау не? Жақтаушы. Болмайды. Ой, осыны кие берем енді. Болдым. Тоқта, мен саған қазір орамал берем. Орамал деген не? Сен тіпті орамалдың не екенін білмейсің бе? Қалалықтар орамал тақпайды. Орамал деген шашты жауып тұратын, жұмыс істегенде, немесе тамақ жасағанда шаш түспеу үшін шаш жауып тұратын зат. Яғни басқа тағат. Бас киім ба, шляпа ма, қалпақ па, ештеңе емес, жай ғана басқа тағатын зат. Міне, шашын жауып тұрады. Түй, онша емес қой, алмаймен. Онша емесіңді қой, қазір анам ұрсады. Жақсы, әкел. Жүр. Әй, келін бе? Шай жасаш. Бірден бе? Енді білетін шығар, тексерейік та. Жақсы. Мен тамақ жасау, шай жасау білем. Мысалы, ол бар екенді. Қалалықтар да қолданады екен. Міне сізге, саған Ербол. Алмаған осы. Нан. Зато күшті екен пештер. Әкесілер мұнда екен.
Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, өзіңе де. Рахмет, Ербол, асың дәмді болсын. Рахмет, өзіңе де. Тамағың дәмді шықты. Әйтеуір тамақ жасау біледі екенсің. Әрине, анам үйретті ғой. Үйіңде жалғызбын дейді ғой. Иә, жалғыз қызбын. Оған жейтін. Холодильниктен алып бірдеңе жешіш, тоңазытқыштан алып. Нан жей берейін. Кейін мен бір дәмді тамақ жасайын. Мен болдым, кеттім. Ей, келін. Столдың үстін жинамайсың ба? Дастарханның үстін кім жинайды? Мен жинаймын ба? Енді басқа кім жинайды? Мен жинамайтын шығармын. Жарайды. Созылмай айтсайықшы. Жинап тастайыншы, қақсатпай. Қақсатпай жинап таста. Қаяқтан естіп. Құлағымыз бар, естейміз. Болдым, енді жатып ұйықтайын. Посуданы кім жуады, үйді кім жинайды, кірді кім жуады. Мынаның бәрін мен жуам ба. Әй, келін, болсаңш? Қайда кетіп қалдың? Бәрін енді өзім істеймін. Жақсы. Иә, қазір бәрін істеймін. Сіздер бара беріңіздер. Міне, енді дұрыс. Келінге бір нәрселер үйрену керек. Иә, енді ене боласын, сіз үйретесіз ғой. Иә, дұрыс айтасың. Енді бәрін өзім істеймін ба? Үй жинау керек, зато үй жинау білем. Мынаның үстіне әлсізді менен ба. Душы қандай. Заттарды заманауи емес бір. Мына үйде қалай тұрасың? Мүмкін емес. Заброшка сияқты, заброшка. Барлық киімдер шіріп атса не істеймін? Сасық бол. Шаң сүрту керек байшы. Мына 2000 жыл бой жуылмаған шығар. Бұл егер 2000 жылда болған жоқ шығар. Қаяқтан болады мыналар? 2000-ға да толған жоқ. Не деп сыбырлап атсын? Ештеңе деген болмайды. Анашым, болды қойыңызшы. Көліне тиеді ғой. Сен қашаннан бері бұл сондай болып қалғансың? Әпкелеріңді, қарындастарыңды олай жақтамайтын едің. Енді самбырлай береді дос. Қаяқтан білем, бірақ самбырлайды. 2000 жылдан асқан сияқты ғынан шаңына. Не деген кірні?
шаң сүртіп жатсың ба? Біліп тұрып сұрайтын ес. Сүрт осының үстінде. Көріп тұр ғой сүртіп атқанымды. Іштерінде сүртіп қой. Қандай аттан зиё бір. Ұқтайын десем ұрсады ғой. Ана киіміңнен басқа киімің жоқ па? Барлығы заманға сай, модный киімдер, ондай киім жоқ. Өйтіп маған дауыс көтеріп сөйлеме. Жақсы. Бір. Киімдер қандай болады, кім біледі. Барлығы кір. Біліп тұрсаң жо. Бір. Одан да қаланың жігітіне тұрмысқа шыға салғаным жақсы еді. Сасып атыр ғой. Таза. Кір. Иісін ай, күшті ғой мен киімде. Иістер, жу бәрін. Жуайын деп атқан. Итак біліп тұр ғой. Тұрып тұр жуанбай енді мен. Бар шығар бірдеңе. Отыратын бір нәрсе бар ма? Аз күте тұр. Болды мекен? Бар, апарып қойдым. Отыратын ба? Енді не басқа? Келе салып ұрсатын несі? Адам түсінбейді бар ғой. Апарып қойдым. Не деген керемет гүлдер. Осы гүлдердің біреуі маған сыйлағанда ғой. Пуф, сасығын-ай. Стиральный машина жоқ па? Қаяқта болса стиральный машина. Ойбай. Жуайық. Ту. Киімнен бәрі сасып қойып. Бір таза киімім жоқ қой. Күтіп ұстамай ма киімдерін? Мен киімнен ешқайсысы кіремес. Солай істі. Телевизор зеде сөндірмеймін. Замандан қалған телевизорлар ғой. Қазір кереметтері. Достар, айналамда артық дыбыстар шығып жатса, ренжімеңіздер. Үйде осындай менің жеке бөлмем жоқ. Ендеше айналамда дыбыстар шығып жатса, мән бермеңіздер. Сериалымызға оралайық. Болдым жу. Үтікте. Жақсы. Енді отырып үтіктейміз. Барлығын үтіктеп болғаннан кейін мен болдым, енді телефон қарауға болады. Басталды. Телефон қарағанша. Кітап оқымайсың ба? Телефон қарағым келіп тұр. Ойын ойнағым келіп тұр. Баласың ба? Ол 17-де ғой.
Маған бәрібір. Ол өсті ғой. 18-ге толғанша барлығы бала. Ол менен 9 жас кіші, ол 17-де. Ал мен болсам 26-дамын. Қош болды. 9 жас кіші ғой. 14-ші наурыз оның туған күні. Иә. Кітап оқымайсың ба? Мен жатайыншы. Әбден шаршадым. Не істеп шаршады екен? Түк істеген жоқ қой. Қош болды. Жүре ұйықтайық. Сен жата бер.